1988 жылдары баспасөз бетінде мәңгүрт сөзі көп талқыланды. Бұл сөзді ана тілін ұмытқан қазақтарға қолданды. Мамандар мәңгүрттену процесін ана тілін ұмытумен байланыстырады. Ана тілін білетін қазақ ешқашан төл тарихы, терең мәдениеті, ата-баба діні мен салт дәстүрінен айырылмайтындай көрінетін. Бірақ соңғы 15 жылда мәңгүрттену феномені қазақ тілінен басқа тіл білмейтін мұсылмандар арасында да байқалды. Осыны түсіндіру үшін мәңгүрт сөзінің шығу тарихына тоқталайық. Мәңгүрт типін әдебиетте жазушы Әбіш Кекілбаев пен Шыңғыс Айтматов қолданады. Шыңғыс Айтматовтың Боранды бекет романында мәңгүрт жайлы аңызды былай баяндайды. Ертеде жуан деген тайпа болыпты. Олар бейбіт елді шулатып, кәрісін өлтіріп, қатынын олжалап, жастарын тұтқындап әкетеді деген. Жорықтардың бірінде Найман ананың ұлы Жоламан тұтқынға түседі. Ол заманда қолға түскен тұтқыннан есі ауысқан адам жасайтын бір әдіс бар еді. Бұл әдіс былай жасалды. Ең алдымен ұстарамен тұтқынның шашын алып тастайды. Шашын алған соң, жаңа сойылған түйенің көн терісін тақыр басқа қаптайды. Сосын тұтқынды шыжыған күннің астына тастайды. Бірнеше күн ас сусыз бебеулеп жатады. Өскен шаш көн теріні тесе алмай, бастың ішіне қарай өседі. Бас сүйекті бұрғылап, миға шаншылады. Бұл тұтқынды адам төзгісіз азапқа салады. Мұндай қорлықтан 10 тұтқынның ілеуде біреуі ғана тірі қалады. Тірі қалған бейшараның ақылы мәңгілікке маталып, есі ауысып кетеді. Тарихи жады, зейін зердесі, ата-баба шежіресі, жалпы өткені мен бүгіні бәрі өшеді. Сөйтіп тайпаның мәңгілік құлы болып өмір сүреді. Не шаруа тапсырса да ойланбай істей береді. Жаны бейнетке мойымайды. Оларға жалғыз ғана қорқынышты үйретеді. Басыңдағы кепешіңді шешсең, өлесің деп сендіреді. Боранды бекет романындағы Жоламан да мәңгүрттің кепешін киеді. Дұшпаны мал баққызады. Оның жалғыз қорқынышы басындағы кепеші болады. Найман ана ұлы Жоламанды мал бағып жүрген жерінен тауып алады. Анасы жасырын келіп қанша зарласа да, Жоламан міз бақпайды. Себебі танымайды. Найман ана жұрты, ата-бабасы, әкесі жайлы шежіре аңыздарды айтып, санасына сәуле түсіруге тырысады. Мәңгүртке түк әсер етпейді. Шарасы таусылған анасы бесік жырын айтады. Жоламан әлдиге де міз бақпайды. Қожасы Найман ананың жасырын келіп жүргенін біліп қояды да, бұл қатын кепешіңді ұрлап кеткісі кеп жүр деп қорқытады. Мұны естігенде Жоламанның жаны қалмайды. Садағын сайлап, жебесін егеп дайын отырады. Анасы тағы бір келгенде қақ жүректен атып өлтіреді. Міне осында есі ауысқан адамды мәңгүрт деп атаған. Кеңес одағы кезінде мәңгүрт қазақтарды коммунистер Кремльдің қолымен жасады. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін қазақтарды мәңгүрттендіру діни экспансия арқылы жасалды. Яғни тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі дінді күшейтеміз деген желеумен қазақ жастарын шетелге дін үйрету үшін аттандырды. Шет елде діни білімімізді арттырамыз дегендердің басына романдағы Жоламандікі сияқты делі құлының кепешін жапсыра берді. Осы діни білім алып келгендер елге келіп ата-баба дәстүрін, тарихын, мәдениетін, шежіресін, әдет-ғұрпын бәрін кері тепті. Олар яссауи, зікір, әулие, зиярат, әруақ, кие, құт деген сөзді естісе қалтырап, өзінен өзі қорқатын жағдайға жетті. Кепешінен айырылатын Жоламан сияқты жан ұшыра қорғанатын болды. Сондай-ақ елдің арасында ата-бабасынан келе жатқан қазақтың салт дәстүрін естіген кезде дұрыс па бұрыс па деген екі ұдай күйге түсетін болды. Ең жаманы осы мәңгүрттенген мұсылмандар қазақша мектеп бітірген, қазақы ортада өсіп өнген қазақтар. Осы мәңгүрттенгендер қазақ мәдениетін, қоғамын, мемлекеттілігін, руханиятын ұстап тұратын құндылық атаулыны қиратуға жаны құмар. Олар мәдениеттің барлық саласынан табылды. Кейбірі айтысты тастады. Кейбірі кинематография саласын тастап, Жоламанның кепешін киген соң қазақ мәдениетін терістеуге көшті. Ата-баба мәдениетімен тікелей жалғанып жатқан шежіре, дастан, қисса, аңыз афсана, мақал мәтел, бата тілек, бесік жыр, салт дәстүр бәрінен айырылып қалды. Шешесін атып өлтірген Жоламан сияқты өз мәдениетін көрсе өлтіргісі келетін вандалға айналды. Осы күнге дейін әр шаңырақта иіс шығарып, Құран оқытып, жетшелпек таратып, салт дәстүрмен мағыналы өмір сүріп келген қазақтар аталмыш дәстүрлерді мансұқтап, ширкке шығарып жатыр.
Осыған қарап, өз мәдениетінен жерігендер ең қауіпті мәңгүртке айналады екен. Ал бүгінгі ұрпақ СССР кезінде үзілген тарихи тізбекті, қазақтың дәстүрлі дінін қайта қалпына келтіру үшін өсіп жатқан болашақ ұрпақтың көкірегіне төл салт дәстүрімізді, аңыз әпсаналарды, жыр дастандарды барынша құя беруіміз керек. Сол жағдайда ғана үзілген тарихи тізбекке жалғана аламыз. Мен айтар едім, дәстүр деген нәрсе болады. Бұл өзі ғасырлар бойы қалыптасады. Біздің ата-бабаларымыз исламды қалай қабылдаған? Солар не істеген? Біз соны істеуіміз керек. Яғни, ислам дінінің қазақ даласында ғасырлар бойы қалыптасып қалған өзінің жүйесі бар. Шариғатты қолдану, тарихатты қолдану, марифатты қолдану, хақиқатты қолдану, және осыны Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмат даналық кітабы арқылы түсіну, осының барлығы қазақ халқының өзінің жаңағы діліне, өзінің түсінігіне, ұғымына, өзінің менталитетіне сәйкес келеді. Аллах, шерік қошты, шерік қосты, одан басқа айтары жоқ. Бұл 17-ші ғасырда жасанды түрде жасалынған шетел разведкасының жасаған дүниесі. Соны мұсылман дүние араластырып өткен. Біз кейде Алла дейміз, кейде Тәңір дейміз. Енді бізге Аллах деп айт дейді. Тілдің табиғатын білу керек қой. Ваххабистская Аравия сегодня в плане, скажем, коранической науки довольно печальное зрелище. Достаточно вспомнить фетвы одного только имама Мекки, нынешнего, которые являются вызовом для мусульман, оскорблением мусульманского религиозного чувства, чтобы понять, что Саудовская Аравия сегодня вряд ли годится в качестве такого идеала, образца и маяка для мусульман. Сознание этих людей фиксировано на именно бороде и штанах и вот тому подобных вещах. Как будто ислам пришел вообще ради этого. Как будто нет других проблем. Ни один аят Корана не заповедает ни чадру, ни паранжу, ни черный цвет. Ничего не заповедает. Поэтому вот там на Саудовской Аравии говорить об исламе это просто наивно. Это просто наивно.